Өрт сөндірушілерден рұқсат бар. Амаша. Енді дүкеннің жұмысын жандандырсақ болады. Қайсар. Айсұлу қазір қайда жүр? Супермаркетте шығар. Оның басқа тұратын жері жоқ. Ондай қыздың түсініксіз жерде түнеуі жақсы емес. Байқаймын, сол қызға көңілің кетіп жүр деймін. Бұдан түк те шықпайды. Егер сен шынымен ешкімге жақ ашпайтын болсаң, онда... Мен саған айттым ғой. Ол қыз маған да ұнайды. Сен оның әкесінің досы емессің бе? Ал сен оның әкесінің жауысың. Ендеше соғыс. Қайса. Сәлеметсіз бе? Мен жарнамадағы жұмыс бойынша келдім. Сәлеметсіз бе? Сіздің қалада тіркелгеніңіз жөніндегі анықтамаңыз бар ма? Сәлеметсіз бе? СИК ірінің зейнетақы қормен келісімшарт бар ма? Сау болыңыз. Қайырлы күн. Сізде құжаттарыңыздың барлығы... Тоқтаңыз. Менің өзімнен басқа еш нәрсем жоқ. Міне мен алдарыңызда отырмын ғой. Менің жұмыс істегім келеді. Маған жұмыс керек. Алғашқы жалақымды алған соң барлық құжаттарым жасатып алам. Менің барлық шаруаға икемім бар. Мен жұмысқа алыңыздаршы. Тоқта! Артқа. Бер, тоқта. Сәлем. Сәлем. Жұмыс таптың ба? Жоқ. Саған не болған? Жылап отырсың ба? Сені кім ренжітті? Ешкім. Өзім кінәлі. Артық жасаймын деп бәрін бүлдіріп алдым. Әкең халі нашарлап кетті ме? Ана фильмнен кейін. Мен қайта қуанама деп едім. Қуанған жоқ. Енді оған мені кіргізбейді. Ақшамды тауысылайын деді. Мен ешкімге керек жоқпын, не істерімді білмеймін. Мен сені тастамайым. Мен саған көмектесіп тұрам. Рахмет. Сен тамақтандың ба? Тамақтану керек.
Мен қазір барып тез дайындалатын кеспе алып келейін. Телефоныңды тастап, Айсұлуды шақыршы. Маған қарасаңшы енді. Мұнда кіруге болмайды. Тоқтасын аға. Өзіңіз отыра алатын болғансыз ба? Керемет қой. Иә, өзім де қуаныштымын. Бетіңе не болған? Сені біреу соққан ба? Тоқтасын аға, бәрі дұрыс па? Жоқ, бәрі өте нашар. Түсінікті. Абай, шық бұл жерден. Ол өздігінен отыра алатын болған ба? Ол маңызды емес. Сен жұмыстан кеткенсің. Мен кетсем, сізді бірге ала кетем. Андағы не? Мұны ағамның көлігінен алғам. Заңсыздықтарды тіркейтін жадыс ауқымды батарейкасы бар өте кішкентай бейнекамера. Ыңғайлы дүние. Тоқтасынның көңіл күйі жабырқаулы. Мен оның себебін анықтамақпын. Оның көңілі бір нәрсеге толмауы мүмкін емес. Ол сал ауруына шалдыққан. Ол ештеңе сезбейді. Мен ол жөнінде айтып тұрғам жоқ. Мен сіз туралы айтып тұрмын. Қайсар мені өзінің қолшоқпар еткісі келді. Мен бас тарттым. Енді міне. Ал сіздің бетіңіз сау сияқты. Тоқтасын аға. Дәрігер мен Қайсардың өзара сөйлескенін көрдіңіз бе? Менің есімде жоқ. Ол неге менің есімде жоқ? Ол ешкім андамайды. Сен мені пар алды деп ойлайсың ба? Оны көреміз. Абай, жарайсың Абай. Алған бағытыңнан тайма. Сен менің соңғы үмітімсің. Мұнда не бар? Мынау біздің алғысымыз. Мен не істеуім керек? Түкке тұрмайтын жұмыс. Айсұлу, сен анаң туралы еш нәрсе айтқан жоқсың ғой. Олар әкеңмен ажырасып кетпеді? Менің анам жоқ. Қайсы болып кетті? Кешір. Алло, Абай? Я дүкендемін. Кел. Кім ол? Абай. Ол әкеме қарайды. Бір өте маңызды нәрсе таптым дейді. Әне келе жатыр. Сәлем. Сәлем. Бетіне не болған? Жай ештеңе. Боксқа жазылғам. Серік. Абай. Фильмді кеше әкеме көрсеттім. Сен неге келмедің? Білем, бәрін де көрдім. О, берші көрейін. Абайла, ештеңені өшіріп қойып жүрме. Жарайды.
Бұл бейнекамераны әкеңнің жағдайын бақылап отыру үшін орнатқан болатын. Сол фильм әкеңе өте қатты ұнаған сияқты. Рас па? Иә, ұнағандығы соншалық. Әкең өздігінен отыра алатын болыпты. Бұқанасы бекіпті. Шамас фильмнің оң жағынан әсер еткен ғой? Ұнайтынын білген едім. Иә, айтпақшы. Фильмнің соңында не болды? Әкеңнің бір көңіл күйі өзгеріп кетті ғой? Фильмнің аяқ жағында? Иә. Қайсар аға соңғы сөздерін айтты. Қайсар аға әкеңнің досы ма? Досы, серіктесі. Сен оған сенесің ба? Әрине, ол менің ағам ғой. Жарайды, жүр кеттік. Тоқтасын аға, ауруханаға барамыз, жүр. Бізді кіргізбейді. Кіргізеді. Уайымдама. Жүріңдер. Сәлем, Айсұлу. Бізде жақсы жаңалық бар. Өрт сөндіру қызметі тексерулерін аяқтады. Біз бүгін дүкенді ашамыз. Керемет. Дүкенді ашуға көмектес. Қайтадан тұтынушылардың сенімінен шығуымыз қажет. Қайсар аға, кейін кірсекші. Бір шаруаларым бар еді. Жақсы. Босаған соң хабарлас. Саған жақсы қарайласады екен, Енді көз алдымда өстім ғой. Неге одан ақша сұрап алмайсың? Ыңғайсызданамын. Айсұлу, сен өмірің маған берсе ғой. Жарайды, жүріңдер, кеттік. Мен де сендермен барайыншы? Жоқ. Иә. Осы аурухана дегенді ұнатпаймын. Кім жақсы көреді дейсің? Бір жағымсыз иісі бар, Мен қазір келем. Мен дәлізде күтіңдер, Жарайды. Дәрігер қайда? Тоқтасының қасында болған. Мен бәрін де көрдім. Сендер өзара келісіп, Тоқтасын ағаны ұйықтатып тастадыңдар. Саған не керек осы? Сіз Айсұлу екеумізге мұнда келуге кедергі келтіріп жүрсіз. Мен сендерге кедергі келтіремін. Сен маған ештеңе істей алмайсың, күшік. Мен дәрігер болғаныма 20 жыл болды. Мен бұл бейне жазбаны ғаламторға салмай қойын. Бұл менің сізге деген алғысым болсын. Есесіне сіз біздің науқасқа келуімізге рұқсат беріп, бұл жөнінде Қайсарға тіс жармайсыз. Бәрекелді. Жарайсың. Осындай ұлым болса ғой шіркін. Кешіріңіз мені. Мұны бастаған мен емеспін. Өтінем, Айсұлуды шақырып жіберіңізші. Ол дәлізде күтіп тұр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің бе, Айсұлу? Ассалаумағалейкум. Қолымды барып қай жерге жуып алсам болады екен? Осы коридордың аяғында есік бар. Мен қазір. Айсұлу, мені кешегі айтқан сөздерім үшін кешірші.
Оқасы жоқ. Түсінемін ғой. Жоқ, сөзімді бөлмей тыңдашы. Мен талдау жасап көрдім. Сенің кешегі фильмің тамаша. Иә, абай айтқан. Әкем отыралады екен ғой. Иә, әкең өте қайратты адам. Ондай адамдарға ерекше әсер ету керек. Фильм тамаша, бірақ аз. Жалғастыру керек. Тағы не істеуге болады екен? Ойланыңдар. Маған хабарласыңдар. Мен міндетті түрде көмектесем. Рахмет. Ал енді қасына барсаңдар болады. Иә. Қапырық, мына жердің ауасын тазартып алу керек. Ешкімнің ойына да келмес деп едім. Сәлем. Сәлем. Сәлем, Акитай. Жазылып келе жатқаныңа қуаныштым. Рахмет, жаным. Бәрі сенің арқаң. Танысып қой. Бұл менің досым. Ассалаумағалейкум. Мен ұмытып кеттім. Бұл кім тағы? Менің ұлым ба? Әлде Айсұлудың жігіті ме? Акитай. Фильм саған шынымен де ұнады ма? Өте ұнады. Супермаркетті көрсең ғой. Маған бір ой келді. Қандай ой? Дәрігерді шақыру керек. Ажар. Мә, нағыз еркектерді көрмегелі көп болды ғой. Нағыз еркек деп мен Д әрпіне басталатын еркектерді айтам. Д? Түсінбедім. Еркек деген сөз ерпінен басталады ғой, Майра. Д дегенім жентльмен ғой. Жентльмен әрпінен басталады. Сонымен тағы кездесеміз дей ме? Негізі ниеті болған. Бірақ біреу оған хабарласып қалды да. Енді ол маған қайта хабарласады деп үміттеніп отырмын. Сәлеметсіз бе? Амансың ба, айналайын? Баламай, кеше осы жерде өрт болды дей ме? Иә, ол біздің бәсекелестеріміздің істеп жүргені ғой. Ой, жек сырындар-ай, иә. Иә, апа, әрпінен басталады. Не дейді? Отыр шей. 1750. Ақшам мына жаққа. Бізде камера ғой, апа. Камера. Ой, пырмай, ана баланың сөзіне түсінбедім ау, жы деді ме, не деді құдай ау? Сау болыңыз, кеп тұрыңыз. Жарайды, айналайын, сау бол. О, Майра, тауар емес. Ол саған сыйлық. Рахмет. Айтпашы, концерт қалай болды кеше? Жігітім тездетші. 1 минут күте тұрыңызшы. Кешегі концерт керемет. Маған өте ұнады. Ал сен кеше не істедің? Кеше мен... Айтпақшы, кеше біз Сабыр екеуміз керемет бір фильмге бардық. Майра, сатып алынға билет тастай салмайым ба? Солай дұрыс болар деп шештім. Солай дұрыс болды? Сабыр, саған кеше фильм қатты ұнады ғой? Иә. Майра, тек қана фильм ұнады. Фильм? Иә. Ал кеше менің сұлулығыма кім тәнті болған екен? Не болып кетті өзі? Маған қызмет көрсетесіңдер ме, жоқ па? Әкеліңіз, әкеліңіз. Кешіріңіз. Майра,
Біздің сөйлесуіміз керек. Баршы, кетші. Сенімсің бе? Иә, Мен қазір келем. жүре. О, сәлеметсіңдер ме? Сау болсын. Сіз ба? Сәлеметсіз бе? Кезекті кездесу. Қыдырып жүрсіңдер ме? Жоқ, бір шаруамен жүрміз. Ал мен дүкеннен анау-мынау алуға келдім. Жарайды, әлі кездесерміз. Жақсы. Танысың ба? Жоқ, жай. Ту, неге сонша ұзақ болып кетті? Шыдамым таусылды. Шыда енді, сәл шыда. Жұмыс қалай жүріп жатыр? Мәз емес. Өзің қайдан жүрсің? Айсұлуға келдім. Ол бұл жерде жоқ. Ол жаңа ғана келді. Сондықтан да мен онымен серуендегім келеді. Сен біздің шаруа туралы ұмытқан жоқсың ба? Оған бір-екі күннің еш әсері тие қоймас. Саған әсері тие қоймас. Ал мен күте-күте әбден шаршадым. Ертең несие беретін әріптестерің әрекетіне көшетін болар деп сенейік. Бұл қыз менің ойымнан кетпей жүр. Сондықтан саған қоятын бір талабым бар. Сен Айсұлу екеумізге кедергі келтірмейсің. Ал мен супермаркетке 1% иелік етуге де таласпаймын. Мұның астарында не жатыр? Махаббат. Қайдағын айтпашы. Мен бұндай супермаркеттің әлі 10-ын сазға отырғыза аламын. Ал Айсұлудай аруды кездестіруім екіталай. Жарайды. Ешкім тіліңнен тартқан жоқ. Айсұлу сенікі. Күте беруге шамам жоқ. Шыда енді. Оны алып шыққанша кептелісі де бар. О, үшінші жолдастарың қайда? Қазір келеді. Мұна сізге. Рахмет. Мұна сізге. Досым, үшінші жолдасыңды шақырып келе қойшы. Егер келіп жатса, қоңырау шаларсың, Біреуді күтіп отырсыңдар ма? Иә.
Айтпақшы біз таныспадық қой. Айсұлу, Өте қуаныштымын. Менің атым Сәкен. мен де қуанышты. Айсұлу, білесіз бе, менің ойымша таныстығымызды бұдан ары күшейту керек. Қалайша? Менің білуімше сіздің Алматыға келгеніңізге көп бола қойған жоқ сияқты, солай ма? Оны қайдан білесіз? Көзіңізден жанарыңызда бір от бар сияқты. Оны мен қазір суреттей алмайым, бірақ сезіп тұрмын. Я жақында Еуропадан келдім. Сіз сонда оқыдыңыз ба? Ендеше мен сіздің жол нұсқаушыңыз болуға міндеттімін. Мен алматылықпын ғой. Қаланы жақсы білем. Білесіз бе, Айсұлу? Біздің Алматы деген күнде қарқындап дамып келе жатқан қала. Бір ай болмасаңыз, еш нәрсе көрмедім деп есептей беріңіз. Мен мұнда 5 жыл болған жоқ. Ендеше кеттік. Сәкен, кешіріңіз. Маған сендей берсеңіз болады, Айсұлу. Жарайды. Бар алмаймын. Достарыңызды ренжітіп алам деп қорқасыз ба? Басқа себептер де бар. Сау болыңыз, маған кету керек, сау болыңыз. Жарайды. Біз әлі кездесеміз. Әке, мынау сенің дүкенің. Еш өзің терек. Айсұлу, мен қазір. Қайсара! Мына сізге беріп жіберді. Кім? Дәрігер. Қандай дәрігер? Тоқтасын ағаны қарайтын дәрігер. Енді мұндай ұсыныстармен келуші болмасын дейді. Өзі берді ме не? Иә. Жаңа Абай жедел жәрдеммен Тоқтасын ағаны алып келген. Сол кезде дәрігер Абайдан беріп жіберді. Тоқтасын досында ма? Иә, Айсұлу екеуі дүкенде жүр. Жарайды. Дүкенді танып отырсын ба? Енді бұрыламыз. Жаурап кеттім. Жылы киінбейсің бе енді? Майра қара, Тоқтасын аға. Ол кісі қашан жазылып кетеді екен? Саған одан не пайда? Ол маған қашан да жақсы қарайтын. Бұл менің бөлмем ғой. Бәрі де есіме түсті. Әкетай, бұл сенің бөлмең. Иә, есіме түсті. Бұл менің жұмыс бөлмем. Дәл осы жерде инсульт болдым. Сол кезде Қайсар келді. Оның несие берушілермен ауыз жаласқанын білдім. Ол мені сатып кетті. Дүкенімді өзіне алғысы келді. Өзің көріп тұрсың. Дүкеннің жұмыстары жақсы жүріп тұр. Сүйікті менің қызым-ай. Барлығы сенің айтқаныңдай болса ғой. Қандай адамдар келіп қалған? Сен де келдің бе, сатқын. Сенің сатқындығың мені осындай күйге жеткізіп отыр. Айсұлу, сені 1 минутқа бола ма? Қазір. Қарағым-ау, Тоқтасында мұнда неге алып келдің? Ниетіңді әрине түсінем. Бірақ бұл әрекетіңнің оған зияны тиюі мүмкін.
Дәрігер рұқсат етті. Орындыққа отыра алады екен. Тыңдайтын адам тапқан екенсің. Қайсар аға, сіз қуанышты емессіз бе? Айсұлу, ол менің досым. Мен оның денсаулығына алаңдаймын. Сен осыны қалай түсінбейсің? Бәрі де жақсы болады. Уайымдамаңыз. Абай? Осы сенің еңбек ақың қандай? Қазір 20 000 теңге. Ой, аз ғой. Енді біліктілігімді арттырған соң тиесілі жалақымды ұлғая түседі. Дәрігердің оқуына бармағаным қандай жақсы болған. Ал сен өзің қай мамандыққа оқыдың? Мен көлік саласында жұмыс істедім. Жүк тасымалдау, ішкі қауіпсіздік, кино түсіру дегендей. Қазір бизнеске ауыстым. Енді әркімдікі өзіне дегендей. Айтпақшы, сен осы Айсұлуға кім болып келесің? Мен оның хатшысымын. Тарт қолыңды. Тоқтасын. Сен мені естимісің? Сен бізге қашан қосыласың? Жақында. Жарайсың, Абай. Сабасына түсірдің. Мен не істеу керек екен білем. Сендер барып, анау-мынау алып келіңдер. Біз Тоқтасынның дүкенге қайта оралуын атап өтейік, Әкемді қайтеміз. Тоқтасынның қасында мен боламын. Жұмыстағы шаруаларды талқылаймыз. Жарайды. Не аламыз? Сусын, салат. Ақша несіне жаратамыз? Бұл сендердің дүкендерің емес пе? Уайымдама. Ақша біздікі емес пе? Мұнда барлық тауар есептеулі. Тегінен тегін ештеңе алуға болмайды. Сендер Қайсардың қалтасында ақшан көрдіңдер ме? Мынандай ғой. Ал менікін қарашы. Мен де. Бәрібір емес пе? Қалай атасаң да қалыңдай түспейді. Маған олай қарама сен. Бәрін естіп, түсінетіңді сезем. Неге сонша алаңдай бастадың? Дүкен ертең менің қолыма өтеді. Не үшін? Сенің оны басқаруға шаман келмейді ғой. Мен үнемі екінші болудан, сенің көлеңкең болудан шаршадым. Ал сен неге үнемі екінші болатының жөнінде ойлап көрдің бе? Әділеттік орнауы тиіс. Бірақ соншама ұзақ күткенім өкінішті. Бұған сенің миың жетпес еді.
Саған ақыл қосқан кім екен? Қызық. Ерте қуанып тұрсың. Менің ешкім білмейтін ақшам бар. Өз-өзіме келейін әлі. Несие берушілермен есептесемін. Сен әлі-ақ жеңілістің ащы дәмін сезесің. Ертең сот сені банкрот деп табады. Сосын банк сенің дүкеніңді тартып алады. Банк қызметкерлерінің бірімен аужыласқан екенсің. Ақымақ, олар сені сазға отырғызады дей бер. Айсылуды айтам да. Кеп кішкентай қыз еді. Бірақ ол бүгін менің бизнесімді дөңгелетуге, кедергі келтіруде. Өзі сүп-сүйкімді болып, бой жетіп қапты. Шаба аузыңды. Мен сені өлтіремін. Ой, тоқтасын. Ой. Әке! Әке, не болды? Не болып қалды? Әкет! Жаңа ғана жақсы болған. Аяқ астынан осылай болып қалды. Әкет! Мен сені өлтіремін. Әкет, не болды?